Тахминда хаберлер программасы студияда Евгения Пекунова Челыша. Селям алейкум. Асан Чапуға Кмечит район полиция дресіне кетірілді. Себе биледігіл. Боқта қырым бірдімдігі хабер етті. Тәпсіретлары бұзы мұғберлеріміз араштыралар. Уйдырылған Украин диверсантлары ішінің фигурантлары Алексей Бессарабов и Владимир Дудка Хмечит сезосындан Москваға вұштырылды. Боқта бізге дейджісі Сергей Легостов айтты. Шымды Бессарабов и Дудка Краснодар әпісханесінде болынмақта. Хатырлатам кешғачи Ахяр шер макемесі Владимир Дудка и Алексей Бессарабовға 14 елі қапы жазасы берді. Олар ерімада теракт азырланғанында аймыш. Бессарабов и Дудка экибінің 6 сенесі ноябрында Ахярда тәвке бітіргенеді. Ростов опысханесінде болынған Джемил Гафаров Тибит ішкіру вақтында ятаққа қыршмаларын бағланған. Боқта бізге оның ілейшісі Рифат Яхин хабер етті. 9 человек конвоя, примерно. Конвойдан 9 кіші шу жүмледен кісі учу шлемілі зырқлы елек кеген әлінде автомат олған сойы. Оны кетіріп шу арада қыршмаларнен ятаққа бағлап қойды. Оның бөйреклеріні бақмаға келгені ким невролог қадын кіші бір қач метрлік месафеде тұрарақ, мен сізін яныңызға бармасам оламы деп айтты. О қорыққаны көрініп тұрайды. Чүнкі андaki insanны қорқузажақ манзара мейданға кетіріле. Оның бөйреклерінің ең сон 4-ші дереже хроник хасталығы бар. О артық бір елі версі біле диализге мұқтач еді. Бомбардың 27-сінде Джемил Гафаровның венде өткерілген тінтуп кадрлары. Бұндан сон Гафаров апске алынды. Ой ішғал бітірген қырымда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінде іштірақытуды қабатланы. Удырылған Хизбут Тахрир Ялта группасының фигурантлары ноябрьдің 18-іне қадар апсте қаладжақ. Ростовдегі Шымали Кавказ Арби макемесі евілден чақырылған мұдетін дініштерме қалдырды. Боқта қырым бірдімлегі хабер етмекте тұрышуда лесани дени тешкіріп япқан мутехасыстар сұрқыланды. Мутехассыс озының ilmi білгелері өзу яда бірісінен бер қошылып нешір еткен дини методик қоланмалары артына сақлана. Анжақ оның Хизбут Тахрирнен алақалы ішлері не ерде yazıldı, тағдирлер не ерде кечірілді, денілген суалге о аслада бір муайен жауап беріп оламады. Оның мутехассыс оларақ білгі дәрежесі ве алақадар олғанындан шүбеленмек мүмкін дегіл. Elbette benim zenaddaşlarım en azından geçken 4 yıl içinde cinayi işlerge ilave etilgen mütehassıs ve ekspertizalar elmiyecetten de aslında alakasız olganından emin oldu. Bundan da gayrı olardan ekseriyeti mefhullarını deniştirem. Attamında cinayet alametleri de mevcut. Бөлет ішкерулер ФСБ текеқатының сымырышу зеренінге пылған бехабатлав қарыларының асасы ола. Боқта бізге Русия хухмайджысы Зоя Световай кетті. Как правило, дела по организации Хизбут Тахрир. Адет үзре Хизбут Тахрир тәшкілетінен бақылы ішіне ФСБ текекат группасы юрсеті. Ішті текекат сымырышы әсасында экспертиза япаджа қолған мүтехасыслар адет үзре әр вақыт ФСБге бақылыдыр. Шының үшін олар азырлаған экспертиза өмірлік бұ іш іштірекчілердің файдасына yapılmaz. Бу вазиете әдейчілер бұ іш үшін өз экспертизасыны сымарлай ве бұна о яда бұ сада зенат сайбы олған ве чешет түрлі экспертиза кечірей білеже көчке сайып мұстахил мүтехасысларының желпете әмді олар ешбір текекат құрылышына бақылы дөгілер. Ләкін адет өзі Русиядағы макемелерінің әксереті тәк бір қалып кебі азыр тұрған хабатлав үкімлеріні көчіріп алмақтан башқа бір шей yapмайлар. Арсен Чапаров, Рифат Алимов, Эмиру Синкуку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, экибин 16 сенесі февраль-апрель айларында Ялтада тәвкиф тергенеді. Олар ішғал терген қырымда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінің бағы олғанында қабатлана. Билга гемесінің капитанына жинайет япханы ақында шүбелі олғаны білдірділер. Боқта бізге Қырым прокуратурасының векілі Егор Ебров хабереті. Оның сөзіріне Корея 2015 сенесі бұл геме ішғал терген Қырымның қапалы лиманына 20 кетірген. Вручена підозра за статтею 332. Ona Ukrayna Cinayet Kodeksinin 332 maddesinin birinci kısmına binaen şeklengeni hakkında haber etildi. Bu ise vaqtinca işgal etilgen Ukrayna topraklarına kırıp çıkıp kaydesini bozganının bağlı. Yani ikinci kısmına binaen bu şahıs vazifesini öz faydasına kullanganın bir isbattır. Bunun için o 3 ile 5 yıllık hapis cezasına mahkum edilebilir. Қырым Русия ішғаленден сон шусіне июля айында Украина Қырым лиманларының эпсіне қапатты. Халқара кемелерінің Гермада лиманларына кіруі ясақланды.
Азат терген саяси мабус Олег Сенцов Алманияда Бундестаг депутатларын көрішті. Бақта Алманияда Украина елшісі Андрей Мельник хаберіті. Азат терген сон бұл Сенцовның әчетерге еплыған ilk сәті ола. Украин формының мәліметтеріне көре Алманияда Олег Сенцов сесетшіназ журналист вефалерін көрішмеге пұнлаштыра. Ишгатчылар епископ Климентны жинай иш ачарымыз деп хурхузалар. Бүгін о бұл мәліметні Варшавадагы ОБСЕ сессиясында білдірді. Анда Климент ишгаль терген қырында Украин келсесіне қаршы епілған басқы ақындай кейтті. Rusiya Federatsiyasının mahkum icraları menden kafedral kalsiyasını boşatmağa mecbur eteler. Bu kararlar yerine getirilmegen takdirde jinayi iş açacakmız dep korkuzalar. Men defalarca Rusiya prezidenti Vladimir Putin ile Aksionov'a müracaat ettim. Ama hiç birisine kulak askan kimse olmadı. Rusия тәжевузы ве ичисләтләргә каршылыгы. Бу Украина инкишафы юлында кесас манялары. Вакытта Украина президенты Владимир Зеленский Нью-Йорк шәрендә Birleşкен Milletler Teşkilatı'nın baş ассамблеясында söz йөрсетте. Bizim vazifemiz iqtisadiyatımızı yüksek dereceye ko'tarmakla bağlı. Bugün bu yolda iki maniya mevcut. Birincisi bu içerideki siyasi ananilerinin hüküm sürmesi. Çünkü bu vaziyette islahatlar inkişafına mutlak karşılık gösterilir. Fakat Ukrayna'nın yanı hükümeti bunu çözer. İkinci maniya ise bundan mürekkepçe halkara destek olmadan onun başına çıkmak kıyın olacaktır. Bu Rusya'nın tecavüzü neticesinde Ukrayna'da devam etken cenk. Америка президенті Трамп или Украина президенті Владимир Зеленскийнің телефон сөйбетінің стенограммасы держителді. Сөйбеті олар Русияге қаршы санкцияларын артырылуы ақында Франкистан ве Алманияларының агрессияларының музыкері еттілер. Трамп Американың Авропа бірлігінің езбетен Украинаға датчо қолтытқанını айта. Бұл сөйбетінің асасында Америка импичмент процедурасы башлатылды. Бұқта ат палата спикері Нэнси Пелоси айты. Оның сөзіріне көре Трамп Владимир Зеленскийге басқы епқан. Bu hafta Donald Trump Ukraina prezidentinden ona fayda getirecek tedbirler kabul etmeye rica etti. Trump'ın hareketleri prezidentlik yemini militerlikesizlikке hainlik yapkanı ve bizim silahlarımızın bütçetinde hainlik yapkanının faktlarıdır. Donald Trump'ın sözlerine göre Vladimir Zelenskiy'nin keşken söhbet esnasında hiçbir baskı yapılmagan. Pelosi telefon konuşmasını işitmegen olsa da impeachment hakkında aytdı. Halbuki o fevkalade keçti. Bizler müzakere eken en fena mevzu Joe Biden ile oğlunun Ukraina ve Kıtaydan $1 milyon paralarını çekip algan meselesi idi. Lakin o bu haqda bir sözcük bile aytmay. Bu bir masqaralık erişti. Нариман Алиевның Evgey filmi бүгін Харьковда тақдим етілді. Оның тақдимнамесі Харьков Миддокс кинофестиваль чертежесінде кечірілді. Нариман Алиев фильмні қайда тақдим етілгені айтты. Chet elden numuayishlarimiz kechecek. Mesela yaqinda Norvegiya ve Filippinlerde ve da bir qaç xalqaro festivalda ishtirok etecek olamiz. Evgey filmi Нариман Алиевның толы метражлы ilk filmi ola. Baş rolünü Aktam Seytabаев oynadı. İlk sefer film mayısının 27-sinde 72. Kan Xalqaro kinofestivalinde gösterildi. Anda o hususi nazar yarış programmasında iştirak etti. Odessa Xalqaro kinofestivalinde o bu film Grand Prix mükafatı aldı. Harkovdaki taqdimnameni tafsiratlıca yarın seyretiniz. Bu yana semen sağlıqlaşan bizni seyretiniz ve yoğaqırım sayfasını hoş buldunuz, Kruşkencev.